қадірлі алашқа сыйлап азат күн. Ерім бар ерен ел тұтқан, бағына туған қазақтың. Үмітін елдің ақтаған, іргесін жердің сақтаған. Өзіңдей қайсар ұлы бар, қазағым мен ай мақтанам. Көзіңмен сәуле құйып күн, сөзіңмен елді ұйыттың. Қырандай қанат қақтың да, шыңына жеттің биіктің. Бұлытын сырып мұнардың, қазақты төрге шығардың. Алдына шықтың жарқырап, әлемді көшбасшылардың. Есілдің екі жағасы, көзіңнің ақ пен қарасы. Өзіңе мәңгі қарыздар, қазақтың әрбір баласы. Тарихтың көшін ұстаған, дарабоздардың дарасы. Елімнің асқар ағасы. Тарихтың көшін ұстаған, қазаққа қамқор қайраткер. Елімнің асқар ағасы. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 1940 жылы 6 шілде Алматы облысы Шамалғалы ауылында дүниеге келген. Оған әке-шешесі Нұрсұлтан деп ат қойды. Сәбиге ат қоюдың өзі жатқан бір хикаяға айналды. Ең ақырында жаңа туған ұлдың әжесі Мырзабала мынандай ұсыныс білдірді. Менің сүйікті немерем екі бірдей есімді алып жүрсін, оның аты Нұрсұлтан болсын. Әлемдегі басқа жерлер секілді Мырзабала да немересінің азамат болып қалыптасуына ерекше еңбек сіңірді. Елбасымыз өз сыныбында ғана емес, мектептегі ең үздік оқушылардың бірі болды. 1960 жылы Днепродзержинск қаласының номері 22-ші кәсіптік лицейін бітірді. Кейін көптеген мамандықтарды игерді. Еңбек жолы: құю машинасының шойыншысы, домна пешінің горновойы, домна цехының диспетчері, гашисті болып жұмыс істеді. Қазақстан қастерлі қазағым, ауыр күнді артымызға тастауы, қиын сәтте қиындықтан қашпауы. Тілім, дінім, ұлтым қайта көгерген, елбасымыз Нұрағаңның бастауы. Туды ұстап тура жолға түсіріп, жас отанның өмірін жетсініп. Елім, жерім деп ұрандап тайсалмай, бір керемет жасатау кісілік. 1 желтоқсан Қазақстан Республикасының тұңғыш президент күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Осындай атаулы күні сіздерге зор денсаулық, кәсіби табыс, отбасыларыңызға амандық және берекелі келешек тілеймін. Елімізде бейбітшілік пен келісім мәңгі сақталып, тәуелсіздігіміз баянды болғай. Бірінші желтоқсан біздің тарихымыздың жаңа ақпараға ашылған күн. Тәуелсіздікті тұғырына қондырған, елдерлікке жеткізген ұлт көшбасшысы 1 желтоқсан ел тізгінін ұстады. Тұңғыш президенттің бастамаларына қолдау жасай отырып, еліміз көп биіктікті бағындырды. Мемлекетіміздің әлем елдері арасындағы абыройы уақыт санап артып келеді. Мынау ел халқының бірлігі мен берекесін ұлықтар, мемлекеттің мерейін асыратын мереке күні сіздерге зор денсаулық, отбасыларыңызға бақ пен береке, шаңырақтарыңызға шаттық тілейміз. Азаматтықпен елге қонды тосқан бақ қазақ ел мойындауда достандап. Елбасының еңбегімен нұрлана қазағының мерейі тұр аспандап. Елі үшін олжа салып қиырдан, ықпаған еш ауыртпалық қиыннан. Мерекеңіз құтты болсын көпшілік, елбасының құрметіне жиылған. Туған жер айналдым сені, баула
қазақтың әрбір баласы, тарихтың көшін ұстаған дарабоздардың дарасы, елімнің асқар ағасы. Тарихтың көшін ұстаған қазаққа қамқор қайраткер, елімнің асқар